Тұрып жатқан қазақтардың нағыз қазақша сөйлей алмайтындығына. Ал қайырлы кеш, асылдым. Сол Қазақстанда тұрып жатып орысша сөйлеп, қазақша сөйлей алмай, толық қанды ойымызды бөле алмайтын қазақтардың бірі менмін. Бүкіл балалық шағым орыстардың ішінде өтті. Құдайға шүкір, әйтеуір ата-анама мың алғыс, аруақтарына мың тағзым. Қазақ мектептерін ашып, орыс мектептерінде қазақ сыныптарын ашқандарына үлкен алғыс білдіремін. Әйтпесе бұлай мен сөйлеп отпас едім. Әлі де орыстың бодауындамыз. 2022 жыл қаңтарда 4 сағатта Тоқаев беріп жіберді түгелімен. Сондықтан ештемеге таң қалмаймыз. Сіздер де таң қалмай қойыңыздар. Орыс сыныбында 90% қазақ оқушылары отыр. Сондықтан жаңа бір кім бар ғой, анау Аза әпенді ұрпағымды шетелге кетіңдер деп үйретіп жатырмын, солай тәрбие беріп жатырмын. Қазақстан болашақ бұлыңғыр деп. Енді өз отанымызда ұлтанбыз, құлмыз, орыстың бодауындамыз. Мен енді бір жаққа кететіндей, бір жаққа қашатындай менің материалдық жағдайымда, одан кейін ондай ойымда жоқ. Жаңа нан алуға барсам, бір келіншек Өзбекстанның ба, акцент, диалекті содан байқалып тұр. Қалайсыз апай, қалай жағдайыңыз, үйренейін дедім. Дүкенге үйрендім, бірақ орыс тіліне қатты қиналып отырмын дейді. Мен мысалға өңкей орыстармен жұмыс істеп келе жатырмын. Қызмет көрсету саласы Алматыда 100% орысша. Қазір аяқта өздерінше болмай қойыңыздар. Орысша. Орыстардың әлі то у них челюсть не та, то у них мозги не те, то у них кровь какая-то гнилая, они необучаемые. Сөйлейсің, бетіне кірпіш болып тұрады, амал жоқ, нан табу керек. Орысша сөйлейміз. Сондықтан бізді кінәлаудың қажет жоқ, нақты намыс жыртудың да қажет жоқ. Өйткені бір Қуат Ахметов шыға берді, онда өз қазағы көтінен бір теуіп, Түркиядан бірақ шықты. Сондықтан, революция, билік өзгеру керек, боданнан шығу керек. Бірақ бізге бір нәрсе айта кетейін, жау орыс емес, жау бөтен ұлт, еврейлер де американдық та, Қытайда емес, жау өзіміздің қазағымыз. Соны біле жүріңіздер.